Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 19-шы сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. Балалар, біз бұл сабақта дауыссыз дыбыс түрлерін білетін боламыз және мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайтын боламыз. Балалар, олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Бұл жерде кестеге назар аудар деп бізге тапсырма беріп тұрген. Олай болса, бәріміз кестеге қарайық. Бұл жерде дауыссыз дыбыстар берілген. Балалар, дауыссыз дыбыстар 3-ке бөлінеді екен. Олар үнді дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және қатаң дауыссыздар. Балалар, үнді дауыссыздарға л, м, н, ң, р, қысқа и және у дыбыстар жатады. Ал ұяң дауыссыздарға б, в, г, ғ, д, ж, з дауыссыз дыбыстар жатады екен. Қатаң дауыссыздарға к, қ, п, с, т, ф, х, х, ц, ч, ш, ш дыбыстары жатады екен балалар. Ендеше астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Дауыссыз дыбыстар неше түрге бөлінеді? Балалар, біз қазір ғана айтқандай, дауыссыз дыбыстар 3 түрге бөлінеді. Біз оларды кестеден қарап біле алады екенбіз. Яғни үнді дауыссыздар болып, ұяң дауыссыздар болып және қатаң дауыссыздар болып 3-ке бөлінеді екен. Енді келесі сұрақ, үнді дауыссыздарды ата, олардың айтылуын байқа дейді. Балалар, олай болса, үнді дауыссыздарын бірге атайық. Қане, кестеден қараймыз, үнді дауыссыздарын бірге атаймыз. Л, м, н, ң, р, қысқа и және у. Олардың айтылуын байқа дейді. Балалар, үнді дауыссыздар аты айтып тұрғандай, олар үннен тұрады екен. Яғни бұларды айтқан кезде біз үн шығарады екенбіз. Мына ұяң және қатаң дауыссыз дыбыстарды біз көтеріп, созып айта алмайды екенбіз. Ал үндіні біз созып, көтеріп айтуымызға болады екен балалар. Келесі ұяң дауыссыздарды ата дейді. Ұяң дауыссыздар б, в, г, ғ, д, ж, з. Және олардың айтылуына назар аудар дейді. Балалар, ұяң дауыссыздар жартылай үн мен салдырдан тұрады екен. Келесі қатаң дауыссыздарды ата дейді. Олардың айтылуын ұяң және үнді дауыссыздармен салыстыр дейді. Қатаң дауыссыздар к, қ, п, с, т, ф, х, х, ц, ч, ш, ш. Мінекей осы дыбыстар қатаң дауыссыздарға жатады екен. Қатаң дауыссыз дыбыстар аты айтып тұрғандай қатаң түрде айтылады екен. Яғни біз бұларды созып, көтеріп айта алмайды екенбіз. Бұлар таза салдырдан, тек қана салдырдан тұрады екен. Яғни бұл жерге үн қосылмайды екен балалар. Олай болса, 2-ші жаттығуға назар аударайық. Мәнерлеп оқы дейді. Өлең не туралы дейді. Ендеше мәнерлеп оқиық. Ең алдымен сөз етем. Бірінші атам, өз әкем. Екіншісі атамыз. Үшіншісі арғата. Төртіншісі бабамыз. Бесіншісі түп ата. Қалай тыныш жатамыз? Маған да ата, беріп ата. Алтыншысы тек ата. Жетіншісі ұлы ата. Балалар, бұл өлеңнің авторы Өтепберген Ақыпбекұлы екен. Балалар, олай болса, тапсырмаға назар аударайық. Астындағы тапсырмаға қарайық. 7 атаңды үлкендерден сұрап біліп ал дейді. Қарамен жазылған сөздерді жатқа жаз, дауыссыз дыбыс түрлеріне ажырат дейді. Балалар, олай болса, тапсырмада берілгендей, үлкендерден, үйдегі ата-анамыздан, немесе ата-әжемізден өзіміздің 7 атамызды сұрап жазып жаттап алайық балалар. Және қарамен жазылған сөздерді жатқа жаз дейді. Дауыссыз дыбыс түрлерін ажырат дейді. Балалар, олай болса, бұл өлеңде әкем, атамыз, арғата, бабамыз, түп ата, тек ата, ұлы ата деген сөздер қарамен жазылған екен. Олай болса, осы сөздегі дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратайық. Балалар, бұл жерде әкем деген сөзде ә және е деген дыбыстар дауысты дыбыстар. Ал
к және м дыбыстары дауыссыз. Яғни бұл жерде к дыбысы қатаң дауыссыз, м дыбысы үнді дауыссыз. Атамыз сөзінде а дыбысы дауысты жуан, т дыбысы қатаң дауыссыз, а дыбысы дауысты жуан, м дыбысы үнді дауыссыз, дауысты жуан, з ұяң дауыссыз балалар. Келесі арғата. А дыбысы дауысты жуан, р дыбысы үнді дауыссыз, ғ дыбысы ұяң дауыссыз, дыбысы дауысты жуан, а дауысты жуан, т дыбысы қатаң дауыссыз, а дауысты жуан екен. Одан кейінгі бабамыз. Бабамыз сөзінде б дыбысы дауыссыз ұяң, яғни ұяң дауыссыз, а дауысты жуан, б жаңағыдай ұяң дауыссыз, а дауысты жуан, м үнді дауыссыз, дауысты жуан және з ұяң дауыссыз екен. Түп ата сөзінде т дыбысы қатаң дауыссыз, дауысты жіңішке, п қатаң дауыссыз екен. Және ата дегенде а дауысты жуан, т қатаң дауыссыз, а дауысты жуан. Келесі тек ата сөзінде т қатаң дауыссыз, дауысты жіңішке, к қатаң дауыссыз және ата деген сөзде а дауысты, т қатаң дауыссыз және а дауысты жуан екен. Келесі сөз ұлы ата. Ұлы ата сөзінде о дауысты жуан, л үнді дауыссыз, дауысты жуан, ата сөзінде а дауысты жуан, т қатаң дауыссыз, а әлбетте дауысты жуан екен. Олай болса балалар, келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара, осы сурет бойынша не айтасың дейді. Балалар, біз суретте не көріп тұрмыз? Үлкен бұтақтарын жайған, жапырақтары жайқалған ағаш көріп тұрмыз, және ағаштың діңгегінде біз қандай жазулар көріп тұрмыз? Ағаштың діңгегінде анам, әкем, әжем, атам. Ал ағаштың бұтақтарында осылардан тараған балалар, яғни ағам, әпкем, мен және інім. Осылай бір отбасы мүшелері жазылған екен. Енді суретке сүйеніп өз отбасыңның шежіре ағашын жаса дейді. Олай болса балалар, біз өз отбасымызда қандай отбасы мүшелері бар? Әкем, анам, ағамыз болса ағамызды, екі ағамыз болса екі бұтаққа екі ағамызды жазамыз. Үлкен ағам, кіші ағам, немесе ортаншы ағам. Екі сіңіліміз болса, екі сіңілімізді екі бұтаққа жазамыз. Мінекей осылай өз отбасымыздың шежіресін жасап шығайық балалар. Келесі төртінші жаттығу. Жаңылтпасты жатқа айтып көркем жаз дейді. Мына балалар неменелерің еді? Немерелерің бе? Шөберелерің бе? Неменелерің бе? Балалар, ендеше немере, шөбере сөздеріне дыбыстық талдау жаса дейді. Үлгі бізге былай көрсетілген екен. Осылай жасауымыз керек. Н дауыссыз үнді, дауысты жіңішке. Мінекей осы үлгі бойынша ары қарай жалғастыруымыз керек. Немере сөзіндегі н және дыбыстарына дайын жасалып тұр кітапта. Енді ары қарайғы ар жағындағы дыбыстарға жасаймыз. М дауыссыз үнді, дауысты жіңішке, р дауыссыз үнді, дауысты жіңішке. Ал шөбере сөзіне келетін болсақ, ш дауыссыз қатаң, ө дауысты жіңішке, б дауыссыз ұяң, дауысты жіңішке, р дауыссыз үнді, дауысты жіңішке екен балалар. Балалар, олай болса, бүгінгі біздің 19-шы сабағымызда өз соңына жетіп қалыпты. Ендеше 20-шы сабақта кездескенше. Балалар, келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңдар, және менің видеома лайк басып, және видеоны өз достарыңмен бөлісуді де ұмытпаңдар балалар. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.